сұрақ болғанда енді шаштың ағаруы туралы түсіндіңіздер деп ойлаймын. Шаштың енді түсуіне байланысты келейікші. Осы жерде достар ескерте кетейін, жаңа айтты сіздерге Гүлмира ханым, иә, басында шаш ағарғанда ошақ болып ағарады деді. Ол бір жерден ошақ болып бір ағара бастайды да, содан кейін ол әр жерге жайыла бастайды деп айтты. Енді сол сияқты сіздің шашыңыз түсті. Шаш түскенде басында тараған кезде байқалады, ол аздап түсе бастайды. Біраз уақытта тарағыңыздағы шаш уыстап түсе бастайды, яғни көбейе бастайды оның саны. Сонан кейін оны сол кезде негізі тоқтатуға болатын еді. Жоқ, бірақ біз тоқтатпаймыз ғой. Жүре бересіз, дұрыс, тағы да жүре беріңіз. Сосын сол жүре бергеннің кесірінен ол біраз уақытта жай ғана мына қолмен сипағанда түседі. Онан кейін енді біраз уақытта киімдерге жайдан жай өзі жабысып түседі. Жатқан жастығыңызда қалады. Содан үйдің іші, кілемнің үсті бәрі шаш болатын. Содан онан кейін ол кезде де сіз тоқтамайсыз, жүре бересіз орамалдың астында деп. Содан ол не істейді, ол ойылып түсе бастайды, жаңағыдай ошақ болып. Маған көбі жазады, басында мына маңдай шешімнен ошақ болып ойылып еді, енді ары қарай кетіп бара жатыр деген мәселені көп жазады. Енді сіз ол кезде де ештеңке жасамайтын болсаңыз, сіздің шашыңыз таз болып қалуы әбден мүмкін. Мүмкін емес, таз болып қалады. Себебі қазіргі уақытта тамақтанудың әсері, бояудың әсері, ұйқыңыз дұрыс емес, стресс, ішіңізден ашуланып жүрміз дейсіз, психосоматикасы бар, сіздің шашыңыз тазданады, егер оны сіз тоқтатпайтын болсаңыз. Осы жерде Гүлмира, ендігі ең үлкен сұрақ мынау ғой, шашыңыз түсті, оны тоқтатуға бола ма? Шашты түсу, оны тоқтату өте жеңілдірек, яғни оны басқа ағарып кеткенге дейін, оны егер шашыңыз түсіп бастаса, оны қалпына келтіру өте тез қалпына келтіруге болады. Және де оның нәтижелері өте жақсы, және де оған 100% адам сенеді деп ойлаймын, өйткені ол өте жиі, яғни емдеу процестерінің әсерінен осы шаштың түсуін қалпына келтіруге болады. Өйткені мысалы шаш не үшін түседі, соның себептерін анықтап алып, егер сонымен жұмыс жасайтын болсақ, онда шаштың толықтай қалпына келіп, яғни бұрынғы қалыңдықта, сіз ойламаған қалыңдыққа дейін өсуі мүмкін. Ол болатын нәрсе ол, және шындық ол. Шаштың түсуін тоқтатуға толықтай болады. Яғни оған достар емделетін болсаңыз гарантия. Гарантия деген сөз жақсы көреді, гарантия бар ма деп. Яғни бұл жерде бірінші сіздің шашыңыздың түсуі тоқтайды. Тоқтағаннан кейін жаңағы мына терісі көрініп қалды ғой, ойылып қалған жерлері бар. Сол жерге ақырында балапан шаштар шыға бастайды. Сонан кейін ол жаңа айтқандай сіз ойламағандай дәрежеде қалыңдайды. Бұның барлығы болатын, жүзеге асатын процестер. Негізі осы, жаңа тағы бір сұрақтар ойыма, міне балалар есіме түсіп кетті. Сонан кейін маған босанған әйелдер көп жазады. Босанған кезде шашым көп түседі, қазір уыстап түсіп жатыр, бірақ негізгі мәселе онда емес. Осы бір проблеманы шешпегеннің кесірінен ары қарай проблема болып жалғаса береді. Осы кезде былай айтады: менің жаңағы өзінің қыз кезінде шашы жұқа еді, немесе босанғанда шашы көп түсті, оны тоқтатпады, емделмеді. Енді ары қарай менің баламның шашы жұқа, менің баламның шашы өспейді деген сұрақты көп қояды. Осы кезде достар, негізінде адам екіқабат кезінде және босанатын, емізетін кезінде күтімін дұрыстау керек еді. Онан кейін бір баланы босанып алдыңыз ба, ары қарайғы күтіміңізді дұрыстап келесі балаға сіз дайындалуыңыз керек еді. Шашыңыз жұқа болды, уыстап түсіп жатыр, тіпті ағарып жатыр, еш нәрсе істемедіңіз, дайындалмадыңыз. Енді бұл сәйкесінше сіздің балаңызға беріледі. Неге? Себебі сіз екіқабат болған кезде және емізетін кезде сіздің жағдайыңыз қандай? Толық организміңіз. Сіз толықтай немен қоректенесіз. Соның барлығы сіздің балаңызға беріледі, содан балаңыздың шашы өспейді, содан балаңыздың шашы жұқа. Және егер бала 3-4 жас болсын, 5-6-10 жас болсын, тіпті ол кезде организм қарқынды түрде жетіліп жатқан кезде шашы өспейтін болса, шашы жұқа болатын болса, өсу тоқтап қалса, бұл өте үлкен қауіпті жағдай. Содан балалардың шашы биттеу, сіркелеу деген жағдайларда. Себебі баланың иммунитеті төмен, жаңағы организмде жаңағы бит деген паразит қой, паразитке қарсылық қуаты жоқ, жаңадан бері жазып жатыр. Биттеді, сіркеледі, не істеймін, қандай шампунмен жуам деп. Сол себепті міне осы сұрақтарға жаңағы екіқабат әйелдің баласы, екіқабат әйелдің шашының күтімінің дұрыс болмауы және осы балаға берілу туралы, сол туралы айта кетсең.
яғни кейбір адамдар ойлайды, менің егер де менде 2 қабат кезде анемия болса, мысалы баламда анемия болмауы мүмкін деген. Ол қалай ол сонда? Сізде мысалы қан аз болып тұрса, балаңызда да аз қан болады. Сол сияқты осы 2 қабат болған кезде адамға өте үлкен жауапкершілік, себебі осы балаңыздың да осы денсаулықтары сізге байланысты болады. Мысалы сізде бүкіл қандай витамин қоры болатын болса, балаға тура солай ДНК бойынша копировка жасайды, яғни сол жер толықтай көшіріледі. Яғни сізде қандай гендер болса, соларды балада да сондай гендер болады. Сондықтан сіздің шашыңыз 2 қабат кезде осы түсіңкі, егер де витамин ішпейтін болсаңыз 2 қабат кезінде сондай ағарған болса, онда балалардың шашы сондай осы аз болып туылуы мүмкін. Бірақ ол балаңыздың шашы ары қарай өмір бақи аз болып қалады деген сөз емес. Ол егер де балаңызды дұрыстап емделіп, осы дұрыс тамақтандырып, яғни осы барлық витаминдерін беріп, қаратып, қандай не жетіспейтінінің себебін анықтап емдейтін болсаңыз, осы балаңыздың да өзіңіздің де шашыңыздың яғни қалыңдауы мүмкін, және де ағарғандары тоқтайды. Сондықтан және де мен ата-аналарға мынаны айтып кеткім келеді. Қазір мысалы жаз кезеңі ғой, мысалы балалардың бәрінің бастары биттеп жатыр. Оны қалай табиғи түрде алсақ, түсірсек болады деп айтады ғой. Ол өте оңай, негізінен осы табиғи түрде осы биттерді түсіруге болады. Ол буквально 1-2 рет қана жасасаңыз, ол жеткілікті. Мысалы шампуньды аласыз, кез келген шампуньды аласыз, яғни міндетті түрде, яғни Мөлдірханнан алған шампуньды алсаңыз жақсырақ, яғни ол көбінесе химикаты аздау ғой. Сол шампуньды аласыз да, үстіне масла чайного дерева деген болады. Соның мысалы 5 тамшысын алып, соған салып, одан кейін осы балаңыздың шашын сонымен жуатын болсаңыз, жуатын кезде сонымен бірге шампуньмен бірге тамызып соған жуатын болсаңыз, ол биттер кәдімгідей ана масла чайного дереваның иісінен қашады. Кәдімгідей қашады да опырылып өзі түсіп қалады. Яғни кейбіреулерде 1 рет, кейбіреулерде 3 рет жуғаннан кейін мүлдем толықтай биттер кетеді. Сондықтан осындай күшті лайфхак сіздерге, егер де балаңыздың шашының биттерімен алысып жүрсеңіз, соны кетірсеңіз болады. Масла чайного дерева деген ол аптекада сатылады. Кішкентай, енді бағасы өте қатты қымбат емес. Сондықтан сіз тағы біріншіден ол биттерді түсіреді, екіншіден осы балаңыздың немесе өзіңізде қолдансаңыз болады, шашыңыздың осы жылтырап, өте әдемі болып, яғни сыртқы защитный слой қалыптастырады ғой. Сондықтан сіздерге пайдалы болсын. Жақсы, Гүлмира, лайфхагыңа рахмет. Мен осы жерде жаңағы шампунь дегенге байланысты айта кетейін. Мына шампунь таңдаудың өзі негізі өнер, оның құрамында әрине химикаты аз болу керек. Бірақ мына нәрсені айтқым келеді, достар. Мысалы, сапалы шампуньның өзі арзан болмайды. 12-15 кете береді шампуньның бағасының өзі. Бірақ сіз денсаулығыңызды дұрыстайтын болсаңыз, ешқандай шампунь сатып алмай-ақ шаштың түсуі мен шаштың ағаруын тоқтатуға болады. Қымбат шампуньның көмегіне жүгінбей-ақ. Сонымен қатар, бұл шампуньның орнын ауыстыратын маскалар мен майлар деген бар. Өте арзан бағада жасап алуға, тіпті үйіңізде маскаларды су тегін жасай аласыз. Сондықтан сізге ешқандай шампуньға күніңіз қарамайды. Негізгі дүние, негізгі мақсат негізінде сол шампуньға, жаңағы сабындарға күнді қаратпай, организміңізді күшейтіп, қарапайым шаш күтімінің өзін дұрыстап қана сіз нәтиже көре аласыз. Және сонымен қатар бір нәрсе айта кетейін, мен қазір шампунь сатумен айналыспаймын. Кезінде жаңағы, мен шампунь сатып көрдім, бірақ үлкен көп дәрежеде сатып көрген жоқпын негізі оны. Себебі ол шампуньмен де біраз проблемалар шешуге болады ғой. Бірақ мен осылардың бәрін зерттей келе, осыны терең іздестіре келе, шын мәнінде адамның шашының жағдайының жақсару үшін шампуньға адам мұқтаж емес екенін түсіндім. Әрі, бұл жерде өте үлкен нәрсе, қымбат шампуньға барлығының қол жете бермейді, және сіз шампуньмен ұзақ мерзімді проблеманы шеше алмайсыз. Жарайды, сіз қазір қымбат шампунь алдыңыз, ұзаса оны бір жарты жыл қолдануыңыз мүмкін, бітіп қалды, ары қарай не істейсіз? Тағы да барып тығырыққа тірелесіз. Осы, сонан кейін достар маған жазатын тағы бір мәселе, мына балалардың шашы, 2 қабат әйелдер, жаңағы жас ұлғайған 60 жастағы кісілер деп барлығын айтып жатырмыз ғой, табиғи түрде қарайтуға болады деп. Осы жердегі үлкен бір мәселе, маған 15 жастағы қыз жазады, 18 жастағы қыз жазады, шашым түсіп жатыр, шашым ағарып жатыр. Осы жерде мен жүрегімнің бір кішкене жүрегіме бататыны, 18 жаста шашы түсіп жатса, 18 жаста шашы ағарып жатса, біріншісі қарапайым, ал той жасағанда қандай шашыңызға прическа жасайсыз?
бұл біріншіден. Оның кейін екіншіден, мына шаштың ағаруы, сіз ойламаңыз, проблема тек қана шашта ғана мен шашым түсіп, шашым ағарып жатыр деп. Бұл жерде сіздің денсаулығыңыз кетіп бара жатыр. Демек, 18 жастағы қыз деген ол кәмелеттік жасқа толды, ол күйеуге тиюге дайын қыз ғой, бірақ күйеуге тиюге дайын қыздың шашы ағарып жатса, демек, ол ары қарайғы отбасылық өмірге соншалықты дайын емес. Ары қарай неше түрлі проблемалар, тіпті ажырасудың өзі туындауы мүмкін. Осы жердегі бойжеткен қыздардың шашы түсуімен денсаулықтың байланысы, жаңағы отбасылық өмірге байланысты кішкене тоқтала кетші, Гүлмира. Яғни әрине дұрыс айтасыз, Мөлдір ханым. Мысалы, шаш ағарған кезде ол жайдан жай ағармайды, иә. Ол бізде демек сіздің ас қорыту жүйеңіз бұл жерде дұрыс емес деген сөз. Немесе сізде гормональный бұзылыстар болып жатыр деген сөз. Яғни мысалы бізде осы меланоциттерді ары қарай осы активациялайтын ол міндетті түрде қылқанша безінің гормондары және де жыныс безінің гормондары. Яғни осы екеуінің гормондары егер де бұзылыс болатын болса, онда шашыңыздың сізде ағарып бастауы мүмкін. Сондықтан бұл проблема іште жатыр да. Сізде гормональный бұзылыстар болуы мүмкін. Яғни гормональный бұзылып болғаннан кейін ары қарай осы екі қабат жүкті болуларыңыз, яғни ол белгісіз, мүмкіндігі 50-50 болып тұр да, бұл жерде. Сондықтан осы шаш уже ағарып бастады ма, сізге сигнал келді деген сөз. Яғни өзіңізді қарауыңыз керек, ішкі құрылыстарыңызды зерттеуіңіз керек, не болып жатыр, не дұрыс емес, соның барлығына себептерін қарап, яғни анализдерін тапсыру керек болып тұр. Мысалы, ішкі құрылыстар мен ас қорыту жүйесімен бөлек, сізде осы гормондарыңыз, ішкі құрылыстарыңыздың осы бездері және де осы ұйқы бездері, бүйрек бездері, солардың барлығын мысалы қарауларыңыз керек болып табылады. Мысалы, шаш ағарулардың өзі мысалы эстетика ғана деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ ішкі құрылыстарыңызда да шынымен де проблемалардың көбейіп жатқандары, мысалы витаминдердің шынымен де сіңбей жатыр ма, соның барлығын қарастыру керек болып табылады. Жақсы, рахмет. Яғни, достар, қыздарыңыздың, балаларыңыздың шашы ағарды ма, оған бей-жай қарамаймыз. Мен оның үстіне өзім педагогпын, мектепте мұғаліммін, балалардың психологиясы, практик маманмын, балалармен жұмыс жасап жүрген, сол себепті айтып отырмын. Маған, мысалы, осы жерде аналар көріп отырсаңыздар, мен өзімнің сторизерімде де бөлісіп отырам. 11, 12, 13 жастағы қыздар шашым түсті, шашым ағарды, не істеймін деп жазады. Аналарыңыз хабарласын десем, жоқ болып кетеді ғой. Жоқ, мен анаммен сөйлесе, демек бұл нені білдіреді? Бала анасымен сөйлесе алмайды. Сонан кейін 18 жастағы қыз, егер сіздің шынымен де қызыңыздың шашы ағарды, шашы түсіп жатыр, 18 жасқа толды, жарайды 21-22 болсын, сіз оны күйеуге берудің орнына, ана көрпе жастығыңызды дұрыстаудың орнына, сіз бірінші оны денсаулығын дұрыстауыңыз керек. Ертең байға тиіп алып, сөздің ашығы бала таба алмай жатса, сосын байға тигеннің өзінде шаш ағарып, шашы түсіп жататын болса, не болды? Сонда оның ары қарайғы отбасылық өмірі. Сіздерге осыны ашық айтып отырмыз. Сонан кейін қазіргі балалардың психологиясы өте әлсіз. Мектепте жұмыс жасаған соң білем. Балалар суицидке өте тез барады. Қазір ойланбайды. Суицид бір нәрсе болды ма, суицидке бара салады ол. Яғни өз-өзіне қол жұмсай салады. Сонан кейін маған жазады, 18 жастамын, шашым түседі, мен ұяламын, мен жаңағы ешқайда қыдырып шыға алмаймын, мен бармаймын дейді. Сонда 18 жастағы қыз сол кезде шықпаса, сыртқа шықпаса, ол қашан қыдырады деген сөз. Сосын тағы да 18 емес, 30-қанша жастағы қыздардың өзі шашым ағарып кеткен, шашым түсіп жатыр. Бұл менде үлкен комплекс. Мен тіпті осының кеселінен күйеуге шықпай жүрмін деп жазатын қыздар да бар. Сол себепті бұның ар жағында шаш түсу деген, шаш ағару деген бер жағындағы көрініс қана болғанмен, бұның ар жағында өте үлкен шешілмей жатқан бойдар, проблемалар, отбасылық жағдаяттар өте көп. Ары қарай жаңағындай айтқандай суицидке бара салу, неше түрлі қиындықтарға, қазір мен ашығын айта алмай отырған қиындықтарға апарып соқтығады. Жақсы достар, Гүлмира саған көп рахмет. Тақырыбымыз ашылды деп ойлаймын. Шаштың ағаруы туралы, шаштың табиғи қарайтуы туралы, шаштың түсуі туралы жан-жақты айттық. Саған көптен көп рахмет. Енді ары қарайда жұмысымыз жалғаса береді. Егер шынайы ниеттеліп емделем десеңіз, оның барлығын шешуге болады. Жақсы, рахмет. Эфир сақталады достар. Эфирді сақтап салып қоям. Жақсы, Гүлмира саған көп рахмет. Өте үлкен еңбек.
шырылдап тұрып халыққа беріп жатсың, түсіндіріп жатсың. Алла еңбегіңнің жемісін берсін. Рахмет. Осы сендердің сенің оқырмандарыңа осы пайдалы болсам өте қуаныштымын. Сау болыңыздар. Жақсы.